мынау морская галатурия дейді ғой, мынаны көріп тұрмыз. Морская галатурия деген жәндіктен жасалынған мынау. Теңіз, мұхит түбінде жүретін жәндік. Ол жәндіктің ерекшелігі 10 метр, 20 метр радиусте бүкіл мұхиттың, теңіздің түбіндегі мусор, теңіздің түбіндегі жаңағы залалсыздандырады екен, дезинфекциялайды. Алла тағаланың бір жаратылысы. Соның вытяжкасы дейді ғой, сығындысын алып адамдарға беретін болсаңыз, немесе өзін тірідей жаңағыдай сорпа қылып ішеді екен бұны Японияда. Сөйтіп ішетін болсаңыз дейді, адамның бойындағы бүкіл қоздырғыш, паразит, 2000-нан астам паразит, вирустар, неше түрлі женский, венерологический вирустар, неше түрлі гепатиттің дейді, мынау неше түрлі онкологиялық злокачественное образованиялардың барлығын залалсыздандырады дейді. Яғни, как мен мұны айтамын, антибиотик ретінде жүреді. Және де екіншісі бұл сердечный гликозидтер бар. Жүрек қан тамыр ауруларына өте жақсы көмектеседі, жүрек қан тамыр ауруларына. Ол қалай? ИБС, инфаркт, инсульт деген аурулар болады ма? ХСН неше түрлі. Сол ауруларға да жақсы көмектеседі. Біріншіден тамырын тазалайды, екіншіден іштегі эластикалық, жүрек қан тамырының эластикалық қабатын 7-8 есеге қатайтатын керемет әсері бар. Және де мынау аритмиялар бар неше түрлі, нарушение ритма сердца, неше түрлі мынау тахикардия, наджелудочковая тахикардия дейді, басқа дейді. Мынау аритмологтар күйдіріп, аритмологтар аппарат қойып жатқан. Пожалуйста, ондайларға күшті көмектеседі мынау. Және де үшінші бір әсері бұл сүйектің гликозидтері бар. Ревматизм, артрит, артроз, тағы не? Мынау неше түрлі вывихтар, неше түрлі жаңағыдай балдардың проблемалары, оларға да бере берсеңіздер болады. Және де бұл екеуінің тағы бір ерекшелігі, Японияда дейді ғой, противоонкологический, как лекарство ретінде сатылады дейді, онкологиялық проблемаларға. Және де аутоиммунный проблемаларға беруге болады. Аутоиммунды, онкологиялық ауруларға сіз кез келген өнімді бере алмайсыз. Не үшін онкологтар қорқады? Не үшін дәрігерлер қорқады? Абайлаңыздар деп. Себебі ондай диагноздарға бұндай витаминді өнімдер, бұндай жаңағыдай горячий өнімдер дейді, кері әсерін тигізуі мүмкін дейді. Ал біздің мынау продукциялардың бір ерекшелігі, продукция горячий болып, және де салқын болып бөлінеді екен ғой. Соның ішінде горячий продукт деген, наоборот, спровоцировать етіп жібереді екен онкология клетканы. Ал салқын, мұздай өнімдер, наоборот, нейтрализовать етіп өлтіреді дейді. Сол үшін де мынау продукциялар именно